Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, İlk Cuma gününüzlerge Allah Teala bereke versin. Cuma gününde niyet kılıp Allah Teala'nın uyuna keldinger. Her bir kadamыңarga Allah Teala çeksiz soğuptur жазып бейіштегі даражаңарды көтерген болсын. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, birinciden özümнің nafsıma, жана барыңыздарга Аллахтан коркуу, таквадар болууду осуят кылам. Көңүлүңөрдү буруу үчүн бүгүнкү Cuma баянын bir padişanın angemesi менен баштаймын. Bir padişa özünün kolasında жақшы bir mamleket var eken, çoğ şaharları, ayıldары. Күндөрдүн birinde özünün askerlerin celdetlerini alıp, padişa özünün kolastagı eldi kıdırıp, bir kança gün kıdırıp kelgenden keyin, buttары kavarıp, astı şişip, mazol bolup, oğurup, janındağı can сакчылардан, башкалардан арызданып, бутун көрсөтүп отурган кезде кеңешчилерден бирөөсү айтыр, падышам, бул жолдорду сиздин бутуңуз шишпеш үчүн, мындай кабарып, мазол болбош үчүн, менин пикирим, сиз жүргөн жолдорго биз териден жол салып чыксак деп. Ошо териден салынган жолдун үстүнөн жүрсөңүз, бутуңуз ушундай шишпейт, кабарбайт деп. Дағы бирөөсү андай эмес, падышам, андан көрө сизге жакшынакай бут кийим териден тиги берсек, ошондо бутуңуз кыйналбайт деп. Бул негизги биринчи бут кийим, калош же масы тигилип башталган кездеги бир окуя экен. Бунан алына турган сабак, урматтуу мусулман бир тууган, эгер кыйынчылыкты каалабасак, оңолобуз десек, биринчи өзүбүздөн башташ керек экен. Өзүңдү оңдоп, өзүңө bir шарт түзгөндөн кийин, андан башкаларды ойлоп, ааламды оңдошубуз керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн bir хадисинде Аллах өтө таза нерсени гана кабыл кылат. Аллах имандууларга, пайгамбарларга буйрган нерсени буйрук берди дейт. Инналлаха таййибун ла яқбалу илля таййибан. Аллах таза ғана нерсені қабыл қылады. Аллах өзі ең таза. Ва инналлаха марал муъминина, әлбетте Аллах бұйрық берді имандууларға, бима амара бихил мурсалин, өзі жөнөткөн пайғамбарларға берген бұйрықты имандууларға берді. Ал бұйрық: я айюхар русулу кулу мин таййибат ва'малу салихан inni bima ta'maluna alim. Ya eyyuhar rusulu, ey peygamberler, elçiler, kulu min tayyibati, taza adal nerseni jegile, wa'malu saliha, adal nerseni jegenden keyin Allah'a jagımdуу, jakşı amaldарды kılgıla. Inni bima ta'maluna alim, men silerдің бардық амалдарыңарды билүүчүмүн дейт Allah. Жегениңер таза болсын, таза нерсени жегенден кийин жакшы Аллага жагымдуу амалдарды кылгыла. Я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум. Аллах башка бир аятта: я айюхаллазина аману, о иман келтирген бенделер, о имандуулар, таза адал нерсени жегиле, Аллах рызык кылып берген нерселердин арасында. Андан кейін пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бұл аяттарды оқығаннан кейін, закара ражулан ютили сафар, алысқы сапарлардан келген кейбір ақсақалдар бар, кейбір адамдар бар, ашасу ағбар, көп сапар жүргеннен чаштары тармал болып кеткен, үсті чаң болған, қиналып сапардан. Я мудды ядайхи ләссама, қолын асманға көтереді. Я раб, ей Раббым, ей жаратқан Аллах деп жаратқанға жалбарады. Ва мат'амуху харам, жеген тамағы харам, ва машрабуху харам, içкен içimдігі харам, ва малбасуху харам, киген киімі харам, ва ғудия бил харам,
арам менен азыкталган. Азык түлүгү арамдан. Fa anna yustajabu lizalik. Анын дуасын Аллах кайдан кабыл кылсын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алыстан балким ажыга барган болсун. Алыскы сапарда чачы тармал болуп, үстү чаң болуп, кыйналып келген, колун асманга көтөрүп жаратканга жалбарат. Эй Раббым аны бер, эй Кудайым муну бер деп. Бирок жеген тамак арамдан, ичкен ичимдик арамдан, кийген кийими арамдан, денесинин өсүүсү азык арамдан. Анын дуасын Аллах кайдан кабыл кылсын дейт. Бул хадисти имам Муслим өз китебинде чыгарган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан. Урматтуу мусулман бир туган, бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам арамдын кандай кесепет экен, арамдан сактанууга чакырат. Арам бул дуаларды тоскон нерсе. Асманга көтөрүлбөй турган, кылган ибадатыбыз, дуаларыбызга Аллахка жеткизбей турган эң жаман нерсе халкун, тамакты тазалоо. Арам окаттын өтө коркунучтуу, акыбети жаман. Ан Жабир ибн Абдулла радияллаху анху. Жабир Абдулланын баласы, Аллахтан разы болсун. Жабир Абдулланын баласы. Жабирден да атасынан да Аллах разы болсун, эки өтең сахаба. Анна Расул саллаллаху алейхи вассалам кал, пайгамбар айтты: "Лан ядхулал джанната." Бейишке эч качан кирбейт. Лахмун набата мин сухтин. Арамдан өскөн дене. Арамдан азыктанган дене бейишке кирбейт дейт. Бул хадисти имам Тирмизи өз китебинде чыгарат. Имам Бухари рахматуллахи алейхи өзүнүн китебинде бул хадисти Хаула Ансария деген сахаба аялдан жеткизет. Радияллаху анха калат: "Сами'ту наби саллаллаху алейхи вассалам." Бул сахаба аял айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уктум. Якул, пайгамбар айт: "Инна риджалан ятахаввадуна ятасаррафуна фи малиллахи бигайри хак." Кээ-бир эркектер бар, Алланын малында, бюджеттин же байтыл мал, жалпы мусулмандарга таандык болгон малда каалагандай сарф кылышат, каалагандай чачышат. Фалахум нару яумал кияма. Аларга кыяматта дозоктун оту болсун дейт. Урматтуу мусулман бир туган, арамдан сактангын. Арам бул эң жаман, инсандын имандан ажыратуучу, дозокко кирүүңө себеп боло турган нерсе. Арамдын сүрөттөрү көп. Кээде арам деген кезде биз чочконун этин, аракты жана башка арактын эжесиңдилерине гана түшүнүп калышыбыз мүмкүн. Урматтуу мусулман бир туган, Аллах Куранда айтат: "Кул ла яставил хабису ват тайиб, валау а'жабака касратул хабис." Айткын, ey Мухаммад, арам менен адал тең болбойт, таза менен ыплас эч качан тең болбойт. Эгер таза эмес көп көрүнсө да сага жакса да. Фаттакуллаха я улил албаб. О акылы барлар, о акыл ээлери, Кудайдан корккула. Арам канча көп болсо да, жакшы көрүнсө да арамдан сактангын дейт. Урматтуу мусулман бир туган, келиңиздер. Сиздер менен биргеликте бүгүн токтоло турган бир темабыз. Бул бизди имандан ажыратуучу, адеп ахлакыбызды буза турган, мусулманга жарашпай турган, жеген оокатыбызды, азык оокатыбызды, рызкыбызды булгай турган, инсандан инсанга өтө турган өтө коркунучтуу оору, жугуучу оору. Бул жугуучу оору акты кара кылат, караны ак кылат, залымды мазлум кылат, мазлумду залым кылат. Жалкоолор кээде мандатка ээ болот, бийликке ээ болот. Колудан иш келсе келбесе бул оорудун себебинен. Урматтуу мусулман бир туган, бул оорудун себебинен аманатты сактаган адам кыянатчы, кыянат кылган адамдар аманатчыл болуп көрүнөт. Бул коркунучтуу жугуучу оору эмне экенин билесиздерби? Урматтуу мусулман бир туган, бул паракордук, сүткордук. Сүткордук десек ал риба болуп калат, паракордук бул. Рашва, взятка деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жөнүндө мындай дейт: "Ар-раши вал мурташи финнар." Пара берген да, пара алган да дозокко түшөт дейт. Параны берген да, алганы да. Абу Хурайра деген сахабадан Аллах разы болсун: "Ла'ана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ар-рашия вал мурташия фил хукм
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам налат айтты. Налат Алланың рахматыдан алыс, дозаққа түссін деген. Пайғамбар налат айтты. Пара бергенге, жана пара алғанға өкім шығарушыларға. Масруқ рахматуллалай, иза акал ал-қади ал-хадиyyata фақад акал ас-сухт. Соттор қачан парадан ақша алып жесе, арамды жептір. Ва иза қабила рашва балағат бихил куфр. Егер дайым пара қордық қыла берсе, имандан ажырап, кафырлыққа чейін барады дейді. Абу Ханифа рахматуллалай біздің мазхаб басшысы. Пара алған соттun. Пара менен өкім шығарған адамдың өкім өтпейді дейді. Ал соттықтан түшіш керек дейді. Себеп ошо біреуден арамдан ақчан алыш менен анын өкімі әділеттілікке жүрбейді дейді. Анын шығарған өкімі де шариат бойынша өкімге жүрбейді дейді. Урматы мұсылман бір туған, пара деген не? Араб тілінде урмат ар-раши. Раши деген пара беруші. Пара берген адамды раши дейді. Вал мурташи алуучу. Вар раиш деген мұның арасында ортомчу бар, посредник. Бұғадан алат болсын. Урматы мұсылман бір туған, жоғарыда айтқандай пара бұл қоғамдағы ең жаман оорулардан бірісі. Ал үмметтің, қоғамдың қан тамырларында жүреді. Қандарды улайды. Ал қоғамдың қанында пара қордық болса, пара алғандық, пара бергендік, пара менен жүрген қоғамды жалғаншылар чынчыл болып қалады. Чынчылдар жалғаншы болып қалады. Қиянатшылар аманатшыл болып қалады. Аманатшылар қайын болып, қиянатшы болып қалады. Урматы мұсылман бір туған, бұл взятка дейбіз бе, пара қордықты, жем қордық десек. Бардық шариаттар, ислам динімізді, христиан дини, яхуди дини, инсандар ойлап тапқан закондорда бардығында ешкім мұны қабыл албайды. Бардығы четке қаққан. Пара бергенде, пара алғанда бардық шариатта, христиан динінде болсын, яхуди динінде болсын, ислам динінде болсын, же инсан өзі түзген законда болсын, бұл ең чоң күнәкөр қылмышкер болады. Ал қылмышкер жазасын алыш керек. Бұл дүниеде жана ақыретте. Урматты мұсылман бір туған, жер жүзінде ешбір мамлекетте жемқорлыққа жол берген ешбір закон жоқ. Анын ишеними қандай болбосын, қайсы динге ишенбесин, қайсы бағытта жүрбесін, жер жүзінде жемқорлыққа, парақорлыққа рұқсат берген ешбір жол жоқ. Ошоға қарабастан өкүнүчтүүсү, Раббым Алла, пайғамбар Мухаммад, диним ислам деген мұсылмандардың арасында, тилекке қаршы көптөгөн мұсылмандардың қанында, қан тамырларында ошондой парақорлық, жемқорлық, қанды улаған жаман оорулар бар. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде Амр ибн Ас деген сахаба бізге жеткізеді. Пайғамбарға бір салават. Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам. Амр ибн Ас айтады, пайғамбардан уқтым дейді. Эмне дейді Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам? Ма мин қаумин язхару фихим риба илля ухизу бис-санати. Қайсы бір қауымды сүтқордық болса, аларға экономикалық кризис келеді дейді. Құрғақшылық келеді дейді. Ашқашылық келеді дейді. Ва мин қаумин язхару фихим риша ар-рашва. Қайсы бір қауымда жемқорлық, парақорлық пайда болса, илля ухизу бир-руъб. Ал қауымда дайым қорқыныш болады, келешегінде үміті болбой қалады. Қорқыныш қандай, урматты мұсылман бір туған? Пара алған адамды қараң, бергенде жашынып береді. Алғанда жашынып алады. Адал десең, елге көрсетіп алшы. Урматты мұсылман бір туған, жашынып елге көрінбестен. Ал бір кечірестер, пара алған адам қачан жашынады? Кімің ашық айқын барып дара сындыра аласың? Ошо пара берген адам, пара алған адам, ажатханаға барып, дара сындырған сияқты жашынып алып, ошол ишти кылат. Андай боло турган болсо, ошонун алып жаткан нерсеси ошо жашынып чыгаргандан айырмасы жок. Бул керек болсо, урматтуу мусулман бир турган, жемкордук
ошол ажатканадагы нерседен да сассыгыраак нерсе ал. Аны алган адамдын адеп ахлакы, иманы да ошондой сасыйт. Кээ бирлер айтат, бул белек, подарка. Подарка болсо көрсөтүп алчы. Элдин көзү чала билесиңби? Анын атын кантип атабагын, бул ошол ажатканадагы сассык нерседен эч бир айырмасы жок. Пара алган, пара берген, жемкордук кылган адам, кулак сал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бул хадисти кээ пара өзү эмне, бул жемкордук дей турган болсоң, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул хадисинде бизге баяндайт. Ан Аби Хумейдин ас-Саиди قال استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد. Пайгамбар Аст деген уруудан бир адамды кызматка алды. Yuqalu lahu ibn al-Latbiyya ау ibn al-Lutbiyya. Ibn al-Latbiyya деген Латбиянын баласы деген бирөөдү пайгамбар жумушка алды. Бул жумушка алганда ала садака, мусулмандардан зекет, садака жийип келүү үчүн. Садака, зекет жийип келүү үчүн Ibn al-Latbiyyаны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кызматка алды. Фаламма кадима, ал барып садака жыйнап келди. Кечиресиздер, кээ бириңер менден капа болбогун, сөз ээсин табат. Таза болсоң сага тиешеси жок. Башкача айтканда, бүгүн налог алган сыяктуу, элдин налог жыйнаганы барган сыяктуу. Ал жыйнап келди. Пайгамбардын жанына келгенде мындай: "Хаза лакум", бул сиздерге, бул бюджетке, "Ва хаза ли ухдияли", моосо мага белек берилди dedi. Алып келген садакаларды мо бюджетке, бул факырларга, бул башкага, моосуну мага белек беришти dedi. Бу менин белегим, подаркам. Факама Расул саллаллаху алейхи ва саллам алал минбар. Пайгамбар ачууланды. Пайгамбар акка чындык үчүн ачууланат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам факама алал минбар, минбарга чыкты. Мечиттин трибунасына. Фахамидаллах, Аллахга хамды сана айтты. Ва асна алейхи, Аллахга сана айтты. Ва кал, кийин пайгамбар айтты: "Ма балу амилин аб'асуху". Кээ бир адамдар бар, аларды мен кызматка жөнөтсөм, фаякулу хаза лакум ва хаза ухдияли. Бул силерге, бул мага белек болду деп айтат. Пайгамбар айтканда атын айтпайт эле. Элдин арасында шерменде кылбайт эле. Кээ бирлер бар, бул кандай адам? Кызматка жөнөтсө кызматын кылып келип, бул силерге, бул менин белегим дейт. Афала qaida fi bayt abiha fi bayt ummi. Ошол белек алган адам атасынын, энесинин үйүндө отурганда бирөө белек бермек беле dedi. Эгер сен атаңдын, энеңдин үйүндө отурсаң, бирөө сага белек алып келип бермекпи? Illa jaa bi fi bayt abi hatta yanzura ayuhda ilayhim la. Ата энесинин үйүндө отурса көрөт элек. Ага белек берилмекпи же берилбейт беле? Валлази нафси Мухаммадун биядих. Мухаммадтын колу жанында болгон Аллага касам ичем дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Мени жараткан Аллах таалага ант болсун. Ла янал ахадун минкум минха шай'ан илля жаа бихи яумал кияма. Кимиң ошол элге тиешелүү нерседен бир нерсе алсаң, белек башка деп. Кыяматта келесин. Бихамлуху ала унуqi. Мойнуна көтөрүп, эгер алган нерсеси төө болсо төөнү, уй болсо уйду, кой болсо койду, ошону менен дозокко түшөт dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Аллахумма хал баллагт, Аллахумма хал баллагт", ey Аллахым, буларга жеткиздимби? Аллахым өзүң күбө бол, мен буларга жеткиздим dedi. Урматтуу мусулман бир тууган, мага белек берилди деп коет. Үйүңдө отурсаң сага ким белек бермек? Ошол жерде бир нерсени жашырасын, жалпы коомго болгон нерсени азайтып көрсөтүп, анан белегиңди аласың. Андан не десе? Инналлаха гафурур рахим. Аллах кечиримдүү, мээримдүү дейт. Ооба, Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Бирок аяттарында набби ибади анни анал гафурур рахим. Бенделерме хабар бер, мен кечиримдүүмүн, мээримдүүмүн. Бирок ва анна азаби хувал азабул алим. Бирок менин азабым өтө каттуу, атыштыра турган, кыйнай турган азап бар дейт. Кечиримин эле ойлобостон азабын да ойлошубуз керек. Кимде ким жемкор болсо, бу менин белегим, мага белек кылынды, мага подарок этти, мени кутуктап келди десең,
алардын мугалимдери, устаздары яһудилер. Урматтуу мусулман бир туган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ла'аналлаху ар-рашия вал мурташия вар раиша. Пайгамбар айтты: ла'аналлах, Аллахнын наалаты болсун. Аллахнын рахматынан алыс болсун. Дозогуна жакын болсун. Ар-раши жемкор, вал мурташи пара берген, вар раиш ортомчу посредник. Бирөө мен сүйлөшүп чыгам, мен буну жайлайм дейт. Кээ бирдин кызмат кылып алган өзүнө муну. Ошону менен бала багат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүн сактагыла. Эгер Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам десең, жемкордуктан алыс бол. Ортомчу да болбогун. Чеке териң менен, адал менен бала чакаңды баккын. Алар үчөөсү тең мал'ун, Аллахнын наалаты болсун дейт. Урматтуу мусулман бир туган, ойгон. Эч бир мамлекет, эч бир коом жемкордук менен өнүккөн эмес, өнүкпөйт. Эч качан жемкордук менен оңдукка, жакшылыкка жетпейбиз. Бүгүн урматтуу мусулман бир туган, эртең саясаттын чоң шайтаны ойноп жаткан кезде көптөр өзүнүн доошун, аманат болгон нерсесин ошондой арзыбаган акчага сатат. Кимдин гамы, ою, пикири бир гана курсагы болсо, анын Кудай Тааланын астындагы салмагы курсактан чыккан нерседен эч бир айырмасы жок. Коом, эл, жер өнүгөт бир гана адилеттүүлүк менен. Ошондон урматтуу мусулман бир туган, бергенден да болбогун, алгандан да болбогун, ортомчу да болбогун. Кээ бир инсандар бүгүн Аллах Тааладан коркпойт. Ал кээде Аллах Таалага ант ичип жалгандан калп ичет. Калптан ант ичет. Мен анты берем, минти берем. Жомогуңду башка жерге айткын. Урматтуу мусулман бир туган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ман иқтата амалу мин муслимин би яминин кадибатин лақияллаху ва хуа алейхи гадбан." Ким бир мусулмандардын малын ант ичип жалгандан ант ичип алса, соодасында касам ичип мен андай кылам, мындай кылам, ант менен бирөөдүн малын алса, доошун алса, Аллах Таалага жолуккан кезде Аллах Таала ал бендеге газбан, эң каары менен газабы менен кабыл алат дейт. Кийин пайгамбар бул хадисти айткандан кийин бул кереметтүү Куранда аятты окуду. Инналлазина яштаруна би ахдиллах. Аллахнын уадасы менен сатып алгандар. Ва айманихим, жалгандан ант менен, касам менен сатып алгандар. Саманан калилан, арзыбаган бул дүйнөнү, арзыбаган тыйын тыпыр үчүн ант ичкендер, арзыбаган мансап үчүн, мандат үчүн калп айтып ант ичкендер. Улаика ла халака лахум фил ахира. Аларга акыретте эч бир насип жок. Акыреттин жыргалчылыгынан. Вала юкаллимухумуллах. Аллах аларга кыяматта жакшы сүйлөбөйт. Вала валахум азабун алим. Аларга эң каттуу азап бар дейт. Урматтуу мусулман бир туган, Абдулла ибн Амр Ас радияллаху анхума, Аллах Амрдан да, атасынан Абдулладан да, атасы Асдан, уулу Абдулладан да разы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Ал-кабаир", эң чоң күнөөлөр. Чоң күнөөлөр ал-ишраку биллах. Биринчи, Аллахнын барлыгына билине ишенбестен Кудайга шерик кошуу. Кудайга шерик келтирүү. Кудай Тааладан сурабастан, мазардан, же дарактан, же башкага сыйынуу. Аллага шерик кошуу эң чоң күнөө. Ва укукул валидейн, ата-энени наразы кылуу. Ва катлун нафс, адам өлтүрүү. Вал яминул гамус, күнөөгө чөгүп кете турган жалган ант дейт. Жалгандан ант ичүү, жалгандан кылбаган нерсени кылдым деп, кылбай турган нерсени кылам деп, жалгандан күнөөнүн эң тереңине чөгө турган калптан ант ичүү дейт. Имам Бухари риваят кылган хадис. Умму Салама радияллаху таала анха, Умму Саламадан Аллах разы болсун, пайгамбардын өмүр жолдошу. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар мындай дейт: "Иннакум тахтасимуна илайя ва иннама ана башар." Силердин экөөлөрүңөр, кээ бир инсандар мага тартылышып, тарашып келет дейт пайгамбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, мага силер эки адам келесиңер. Албетте мен да силер сыяктуу бендемин дейт. Ва лаалла ба'дукум ан якуна алхану би худжатихим мин ба'д. Кээде келген адамдардын бирөөңөр бирөөдөн көбүрөөк кызыл чечен, кызыл тилдүү болосуңар. Эки адам арызданып келген кезде бирөөсү сөзгө чебер, жакшы сүйлөгөн,
Мен бендемін дейді. Сөзіңді қоғыз сөйлеп, мені ішендіріп қойышың мүмкін. فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ. Егер ошо сенің сөзіңе азғырылып, ішеніп, мұсылман бір туғаныңдың ақыны саға беріп қоя тұрған болсам, ошо сөзіңе ішеніп, فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعًا مِنَ النَّارِ. Анда дозоқтан бір нәрсені бөліп берген болам деді. Тілім бар деп чечен болып қиынсынбағын дейді. Ақиқатты айтқын демекші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мен де бендемін дейді. Екеуің келіп бір қиын болып, қоз сөйлеп, мен ошоның сөзі менің өкім шығарып қойсам, егер шындық болмаса мен дозоқтан бір бөліп берген болам дейді. فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. Егер андай болса өзің біліп тұрасың, әр кім өзіні башқадан жақсырақ біледі. Андай өкім қылған кезде албағын дейді, дозоқтың бөлігін дейді. Құрметті мұсылман бір туған, ақиқат, адал. Бұл жерде daha көңіліңіздерді бұрушы құрметті мұсылман бір туған, мұндан 900 жыл мұрда Египеттен ажылар ажға жөнөптір. Әлбетте білесіздер, ал жерде Египеттен барғанда жер орталық деңгіз, Қызыл деңгіз менен Суэц каналдан кемеге отырып жөнөйт. Bir ақсақал ажыға қуанып жөнөп, өзінің қапчығында 13 дирхам тиыны бар екен. Күміштен болған 13 тиыны. Кемеде салып жатса, кемеде ойнап жүрген bir maymul келетті ақсақалдың қапчығын алып, жоғарыға шығып алып, ақсақал ойғанса, қапчығы маймылдың қолда екен. Маймыл қарап, анан қапчықты ашып тұрдағын, bir дирхамды ақсақалға ырғытады екен, екіншіні суға ырғытады екен. Біреусін ақсақалға ырғытады екен, екіншісini суға. 13 дирхамның 7 дирхамы шалдың қолына келіп, 6-сы бар суға кетіптір. Ийлап, ажыға деп жинадым әлі. Қанша жылдан бері сақтап жүрдім әлі. Қайғырып ийлап отырса, ажы басшы келіп, ақсақал емне болды десе, емне болмақ. О, маймылды қарабайсың бі? Маймылдың шыққан жеріне шығалған жоқпын. Жоғарыға шығып, оңытып салды менің ақшамды дейді. Ақсақал ажы басшы айтып тұр, не іш қыласыз ақсақал десе, мен сүт сатам дептір. Сүтке су қоша белеңіз десе, ова дептір. Андай бол отырған болса, судың ақшасы суға кетті, сүттің ақшасы сізге келді деп. Құрметті мұсылман бір туған, адал жешіміз керек. Арам ауқат еш қачан азық болбойды. Бұйырбайды ешкімге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейбірлер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұшындай мечітінде ваз қылып минбарда сахабаларға дарс беріп жатса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар арасында фақирлар бар, кембағалдар бар, қолында жоқтары бар. Bir кембағал байқұш отырса, жанына bir бай келеді да, бай отырған жерге кембағал жанына келіп отырса, бүгін де ошондай кейбір инсандар бар, жақсы киімін тарта қалып, кембағалдан біраз еме алыстағанда пайғамбар мұны көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көргеннен кейін айтады, сен емне? Жаныңа бечара кембағал келген кезде киіміңді тартып, өзіңді алыстап қалдың. Емне аның кембағалшылық өтіп қалауы? Же жаман киімі саға жұғып қалауы дейді. Деген кезде мұсылман қатасын біліп, мойнын алады да, я Расулалла, жанымдағы мұсылман бір туғаныма байлығымның жарымını түштім дейді, бердім дейді. Ушыл мечітте отырғандар көп болсын, ушыл байлығымның жарымын мұсылман бір туғаныма бердім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл бір туғаныңдың жарым байлығын қабыл алдың мы десе, қабыл албаймын дейді. Емнеге албайсың десе, мен де бұға байлығын қабыл алып, бұға оқшап текебір болып қалбайын дейді. Бұға оқшаған бой көтеру маға жұғып қалбасын дейді. Алланың бергеніне шүкір қылалы. Дос іздегенге Құдай жетішерлу. Дұшман іздегенге нафсың жетішерлу. Байлық іздегенге қаниет жетішерлу. Үлгі іздегенге өлім жетішерлу. Кімге бұл нәрсе жетішпесе, ал адамға дозоқ жетішерлу. Құрметті мұсылман бір туған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан bir hadis. Bu hadiste için bir peygambere salavat. Men ista'malnahu ala amelin farazaknahu. Peygamber ayet kimdi bir işki alsak
Бүгінгі да тиешелі бұл хадис. Ким бір жұмышқа орнаса, фаразақнаху ризқан, ішке алғаннан кейін ошоның маянасын берсек, рызқысын берсек, фама хаза бa'да залик фахуа гулул, ошо айлығыдан ташқары алғаны бардығы ал харам дейді. Сен жұмышқа разы болып кірдің. Емнеге пара алып атасың, жемқорлық қыласың десе, айлық жетішпейді. Жетішпесе іштебе. Емнеге қабыл алдың? Кіргече пара беріп кірдің. Жайғашып алып анан ашықша албайсың. Кейбірлер айтады. Бұл пара емес, ұстаз бізге шоколад беріп қойыпты дейді. Же болсын белек берді, башқа берді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, атаңдың, енеңдің үйінде отырса, саға шоколад алып келмеп пе? Урматы мұсылман бір туған. Мәселе қайда бара жатыр, барыңар түсініп отасыңар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейді: "Туфтаху абуабул жанна яумил иснаин ва яумил хамис." Бейіштің ешіктері дайым, дүйшенбі күн, бейшенбі күн бейіштің ешіктері бар açılады екен. Фаюғфар ликулли абдин ла юшрик биллахи шей'a. Алланың жалғызлығына, барлығына, бірлігіне шерик қошпаған, иманы бекем болған барлық адамның Аллах күнәсін кешіреді екен. Илля ражулан, бірақ Аллах бір кішілердің күнәсін кешірмейді. Ким ал кіші? Канат байнаху ва байна ахихи шахна. Bir musulman bir tuğanı menen uruşkan, же араздашқан. Musulman bir tuğanı menen, ağası menen, taykesi menen, baykesi menen, koşnası menen, bir musulman menen uruşup, arazdaşıp жүрген adamdың günösün keçirmeydi eken. Ne üçün? Fayqal anziru hadayni. Allah aytatken bul ekövünü şaşpay turgular. Bulardın günösü keçirilmeydi. Hatta yastaliha. Bular özleri jarashmayınca. Bular birbirini keçirmeyince Allah'ın aslında bularga keçirim yok dedi. Anziru hadayni hatta yastaliha. Toqtat qıla bulardı. Ekövü öz ara keçirmeyince birbirini arasını oңдомойынча. Hurmatlı Müslüman Peygamber bul ekövü keçirilbeydi, birbirini keçirmeyince degen sözdü Peygamber 3 jolu qaytaladı. Har dүйшенбі күні, бейшенбі күні, бейіштің eşikleri açılıp Allah Teala Allah'ın barlığına, birliğine, жалғыздығына şerik koşmagan bardıq bendenin günösün keçiretiken, biroq bir-birine arazdaşıp, salamdaşpastan, bardı keldi kılbastan, bugün ağası inisiden, ejesi singdisinden, baykesi taykesinden, kudağıydan arazdaşıp süйлөшпөй жүргөндөр var. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Kudaydan korkalı. Allah'ın keçirimin kalay turgan bolsak, birinci birbirimizni keçireli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din kezinde bolgan bir okuya. Annahu marra raculun ismi Şas ibn Qays. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din kezinde bolgan okuya. Şas ibn Qays, Qays'tın balası Şas degen joldan ötüp barattı. Ve kana şeyhan qad asa. Bul qarıp qalgan çal edi. Şas ibn Qays qarıgan aqsaqal eken. Biroq fil jahiliye. Bul İslam'da kabul edilik. Marra hazar racul al-nafar min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bul kişi Peygamber'in sahabalarının arasından ötüp barattı. Qarasa sahabalar oturup dur. Aus jana Hazraj degen uru. Aus jana Hazraj degen Madina'dagi iki uru. Iki urudun adamları birge toptolup süйлөшүп, birbirinden жақшы mayak kurup oturat eken. Alar oturgan çoğuluşta külkü var, tamaşa var. Biroq Şas ibn Qays bul nersege kızganıp, bu Müslüman bol elek, bul Yahudi. Bunu körgönden keyin emne üçün buların sözü bir bolot? Emne üçün bular ıntımakta bolot deydi. Keyin bir jaş ekinci bir Yahudi balanı çakırat da кейбір сөзді үйретіп, алардың арасына барып дейді, моğollarda ескертесін айтасың дейді. Аус менен Хазраж исламға чейін дайым бір-біріменен дұшмандашып жүрген. Аларға дейді, яуму буас, буас күнін ескерт дейді. Буас күні Аус менен Хазраж ұрышып, Хазраждар жеңішке жеткен күн болады. Арабтар да қырғыздар сияқты ақын, төкім ақындар болған. Bir-birini кейде шылдыңда бұрдаған. Oşa ırlardan, alardın jengilgen, bulardın jengen күнүнү eskертип ырдап коесуң барып отуруп алып арада дейт. Жаш бала келет да, ынтымак болуп отурган мусулмандардын арасына жанагындай сөз таштап баштайт.
Ал кезде ақсақалдар ескі нәрсені ойлағаннан кейін бір өстіре қалып, ескіні айтпаған, керек болса азырда біз даярбыз. Баяғында қайталап қоямыз. Қиқырышып тұрады. Қаласаңар тұрғыла деп, қылыштар қыныдан шығады. Арзыбаған нәрседе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға хабар жеткен кезде, пайғамбар шашылып чұрқап келеді да, «Абидауал джахилия ва ана байна азхурикум». Мұсылман болып тұрып дағы ислам жоқ кездегі қараңғылыққа шақыру бар бы? Мен сілерменен жашап тұрған кезде дейді. Ұруға бөлінесіңер бі дейді. «Абада из хадакумуллахи илал ислам ва акрамакум бих». Аллах сілерге ислам динini берді. Мұсылман қылып бір туған қылды. Иман менен ислам менен сыйлағаннан кейін дағы ескі сасық болған жахилият исламдан мұрдағы қараңғылыққа шақыру бар бы? Алла сілерді иман менен жүрегіңерді біріктірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ескерткеннен кейін Аус Хазрадж есіне келіп, бұл араға от таштап жатқан яһудидің дұшман іші екенін білді да, истигфар айтып, бір-біріменен құшақташып кешіріп баштады. Құрметті мұсылман бір туған, мұны айтайын дегенім, арзыбаған мандат үшін, башқа үшін Құдайдан қорқыш керек. Ынтымақ болып жатқан мұсылман бір туғандар арзыбаған нәрсеге азғырылбайлы, алданбайлы, ынтымақ болалы. Бір-бірімізді сыйлайлы, урматтайлы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кереметті Құранда аят оқыды. Я юхаллазина аману ати'уллах. Я юхаллазина аману ин тути'у фариқам миналлазина утил китаб яруддукум бa'да иманукум кафирин. Я юхаллазина аману. О Алланың барлығына білген ішенген, иман келтірген бенделер. Ин тути'у фариқам миналлазина утил китаб. Китап иелері болған сілерден мұрдағы дин иелерінің кейбіреулерін ерчісеңер, алардың сөзін ұқсаңар, сілерді азғырушылардың сөзін ұқсаңар. Яруддукум бa'да иманикум кафирин. Иманың ардан кейін кафырлыға сілерді қайралып барып қойды деді. Құрметті мұсылман бір туған, бұл оқия қайталанады. Ошондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл оқиядан сақтану үшін алейкум бил жамаа, жамаат менен болғыла, биримдикте болғыла, ва иякум вал фурқа, бөлінбөгілі дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бөлінуден етият болғыла, сақтанғыла. Фа инна шайтана ма'ал вахид, себеп шайтан жалғыз менен бөлінген менен. Ва хуа минал иснайни абад, шайтан екі адамдан алыс, жалғызға жақын. Ва ман арада бахбухатан жанна, ким бейіштің төрін қаласа, фәльялзамал жамаа, ал жамаат менен бірге болсын. Ман сарратху хасанатуху ва саатху сайятуху фазаликумул муъмин. Кимдин сооп иштери сүйүнтүп, тура эмес ката иштери кайгыртса, ал чыныгы имандуу адам экен дейт. Урматтуу мусулман бир туган, ла табагаду, бири-бириңди жаман көрбөгүн. Ва ла тахасаду, бири-бириңе кызганбагын. Ва ла тадабару, бириңди бириң көргөн кезде жүзүгүрүп көрүшпөстөн, сүйлөшпөстөн кайтып кетпегин. Ва куну ибадаллахи ихвана, Алланын дини жолунда бир туган болгула. Ва ла яхиллу ли муслимин ан яхжура ахаху фаука саласа лаялин. Мусулман бир туганнан 3 күндөн артык тарынуусу адал эмес, харам. 3 күндөн артык араздашпа дейт. 3 күнгө чейин бендесин, көңүлүң ооруп тарынсаң болот экен. Мусулман экинчи мусулман бир туганнан 3 күндөн артык тарынбасын дейт. Урматтуу мусулман бир туган, Аллах Таала кереметтүү Куранда имандуу бенделерге мындай дейт. Я айюхаллазина аману, о имандуу бенделер, Алланын барлыгына бирлигине ишенген бенделер. Ин жаакум фасиқун бинабаин фатабайяну. Эгер бир фасык дининде тайкы болгон, дининде бекем болбогон, сүрөтүндө мусулман болуп көрүнүп, жасаган иши эч мусулманга жарашпаган фасык, дини тайкы адам бир хабар алып кетсе, силерге бир хабар жеткисе, фатабайяну, анын хабарын аныктагыла. Аныктап тактагыла. Ан тусибу каумен bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ал дини тайкынын, дининде бекем болбогонун сөзүнө ишенип, бир туура эмес ишти бир коомго жасап коюп, жасаган ишиңерден өкүнүп калбагыла дейт. Урматтуу мусулман бир туган, ар түрдүү туура эмес кабарларга ишене бербеш керек. Аллах
имандуу бенделерди Я юхаллазина аману инжакум фасикун бинабайин фатабайяну. О имандуу бенделер, фасык дининде тайкы болгон, динде бекем болбогон, бенамаз. Эгер бир хабар жеткизсе, анын хабарын аныктагыла. Ан тусибу каумен би жахалатин. Анын сөзүгө ишенип, аныктабастан бир коомго, бир топко жамандык кылып коюп, фатусби ала ма фаалтум надимин, кылган ишиңерге өкүнүп калбагыла дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бир кылык жорук бар. Кээ бир кыймыл аракет бар. Ал бир гана адамды бузбастан динибизди, бактылуулугубузду, мекенди да талкалай турган нерсе. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дабба илайкум даулу ма каблакум. Силерге мурдагы элдердин кээ бир кылык жоругу жугуп келатат дейт. Ал эмне десе, ал хасад, көрө албастык, кызгануу, вал багда, жаман көрүү, хиял халика. Араб тилинде халика деген ал чачты алуучу, чачты алып халака дейт, чачты алуучу. Бирок чачты алат бейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Көрө албастык, жек көрүү, кызгануу бул чачты эмес, иманды алып салат инсандан дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Ибн Аббас пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын улуу сахабалардан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бул хадисте айтат: Саласатун ла тартафиу салатун фавка руусим шибра. Үч түрдүү адамдын намазы башыдан 3 карыш көтөрүлбөйт дейт. Же болбосо үч түрдүү адамдын окуган намазы, дуасы башыдан 1 карыш жогору көтөрүлбөйт. Мунун мааниси Аллах Таала кабыл кылбайт деген сөз. Биринчиси, ражулун амма кауман ва хум лаху карихун. Коом жактырбаган адам имамдыкка өтүп алса. Имамга өткөн, бирок жамаат аны жактырбайт, артында окугусу келбейт. Ал адамдын эл жактырбаган, эл тандабаган адамдын дуасы, намазы 1 карыш жогору көтөрүлбөйт дейт. Ва мраатун батат ва заужуха алейха сахитун. Экинчи, намазы 1 карыш жогору көтөрүлбөгөн, күйөөсүнү наразы кылып жаткан аялдын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шахид бейишке кирет, пайгамбар бейишке кирет, чынчылдар бейишке кирет. Жана бейишке кире турган аял ким десе, күйөөсүнү капа кылып койгон кезде келип, күйөөдүн колунан кармап, мына менин колум сиздин колуңузда. Балдарымдын атасы өмүр жолдошум, бир көз ирмекте уктабаймын, сиз менден разы болбоюнча деп күйөөсүнү разы кылып жаткан аял бейишке пайгамбарлар менен, шахидтер менен, чынчылдар менен кирет дейт. Ал эми күйөөсүнү наразы кылган, наразы кылат десе, кээде менин укугум мындай экен деп эле өзүңдө да билишиң керек. Сен эмнени талап кылып атасың? Атың өчкөр аракка тоюп келип алып, же daaratты билбейсиң, же намазды билбейсиң, же гусулду билбейсиң. Анан келип укугуңду талап кыла бербегин. Урматтуу мусулман бир тууган, үчүнчүсү, ва ихванин мутасаримун. Ал үчүнчүсү, бир тууган агалар, диндештер бири-бири менен айтышып, жанагындай 3 күндөн артык сүйлөшпөстөн араздашып жүргөндөр. Ман хаджара ахаху санатан фахуа касафки дамихи. Имам Абу Дауд чыгарган хадисте, урматтуу мусулман бир көңүл бур. Ким бир мусулман бир тууганыдан, диндеш эле эмес, бүгүн кээде атасы бир, энеси бир туугандан, ким бир туугандан 1 жыл араздашып жүрсө, ошол бир тууганын каныны төккөн менен барабар дейт. Анын канын төккөн менен, аны сойгон менен барабар күнөөкөр болот дейт. Фаттакуллах, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааладан корколу. Коркуп, араздашпастан, ынтымак болуп, бир тууган болуп. Мен ойлойм, бул аят хадис туккандан кийин бул менин сөзүм эмес, пайгамбардын, Аллах Тааланын сөзү. Ким бирөөдөн араздашып капа болуп жүргөн болсо, иншалла жума намаздан кийин кечиресиң мусулман бир тууганым, эки араздашкан адамдын эң жакшысы кимиси биринчи салам берген. Сен салам бер, бар. Алегиңди албаса Кудай Тааланын астында жооп берет. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала кереметтүү Куранда инналлаха я'мурукум ан туаддул аманати ила ахлиха. Албетте Аллах силерге буйрук берет, аманатты өз ээлерине жеткизгиле, тапшыргыла. Ва иза хакамтум байнан нас ан тахкуму бил адл. Адамдардын арасында өкүм чыгарсаңар, адилеттүүлүк менен өкүм чыгаргыла.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисімен сөзімді аяқтаймын. Пайғамбар айтады: "Иза жама Аллаху ауалина вал ахирин." Қияматта Аллах адам атадан берки бардық адамдарды, жана ең ақырғы үмметке чейин бардық қалайық халықты жинаған кезде қияматта, яумал қияма, ярфау ли кулли гадирин ливаа. Әрбір қиянатшы, жалғаншы, лапша илгендерді Аллах қияматта тұрғызады екен да, әрбірін желегі болады екен. Фаяфау ли кулли гадирин ливаа. Фақила хазихи гадрату фулан ибн фулан. Моjelek паланчы қиянатшы, паланчы жалғаншы, паланчы құр вада бергендікі деп қияматта Аллах Таала өзі шерменде қылады екен. Ошондықтан құр сөздерге башқаға алданбастан, урматтуу мұсылман бір туған, динибизде дейді, шайлоо деген барбы десеңіз, егер біз ибадатта өзүбүз каалаган имамдын артында окугубуз келет экен, ошондой эле дүнүйө ишинде да көңүлүң, жүрөгүң тарткан. Анын акчасын эмес, мен бекеринен жемқорлук жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Урматтуу мусулман бир туган, сенин гамың курсагыңа кире турган нерсе болбосун. Балдарымды кимден 1000 сом алам, кимден 3000 сом алам, ал акча адал эмес, жакшылыкка буйрубайт. Аны менен жемқорлук менен эч бир эл, эч бир үй бүлө, эч бир мамлекет, эч бир коом өнүкпөйт, өспөйт. Алладан коркула. Sözümdü uqqanыңарды айттым. Егер туура жолго түссөк, Аллах Тааланын сыйрыгын алабыз. Егер туура эмес жолдо жүрсөк, Аллах Тааланын газабына, каарына калабыз. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiатина ва таваффана мa'al абрар. Жараткан Аллахым, өзүңдөн жалбарып суранарым, биз дуа кылган жамаатка жана биз дуа кылган инсандарга ак жолда көрсөт, ак жолдо жүрүү насип эткин, арамдарам көрсөтүп, арамдан алыс кылгын. Аллахым, өзүм үчүн арзыбаган байлык, бийлик, мандат, мансап сурабаймын. Аллахым, өзүңдөн жалбарып суранарым, ушул алакан жай бата кылган жамааттын урматына Аллахым элибизге иман бергин. Аллахым имандын берекеси менен элибизге биримдик бергин. Элибизди бөлүнүп жарылуудан сактагын. Элибизди жерибизди асмандан, жерден келген апаттардан, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сактагын. Бул жамаатты угуучу бенделерден кылып, уккан аят хадиске амал кылуу насип эткин я раббал аламин. Бирахматика я архамар рахимин.